2025 жылдың 31 қазан күні Мемлекеттік тілді дамыту институтының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті гранттық негізде қаржыландыратын өткен ғасырдың 30 жылдарына дейінгі оқу құралдарындағы пән сөздері, ұлттық ұстаным және кеңес дәуіріндегі еуроөзек ғылыми жобасына қатысты ғылыми-практикалық конференция өтті. Конференция жұмысына жобаның жетекшісі, филология ғылымдарының кандидаты Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің аға оқытушысы Айгүл Досмайлова, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Алтынай Тымбол, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің докторанты Бекзат Қамбарова және Мемлекеттік тілді дамыту институтының ғылыми қызметкерлері қатысты. Іс-шара офлайн және Zoom платформасы арқылы онлайн форматта қатар ұйымдастырылып, ғылыми пікір алмасуға мүмкіндік берді. Іс-шараның басты мақсаты 20 ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ оқулықтарында қолданылған пәндік терминдерді жинақтап, олардың ұлттық уәжділігі мен қазіргі ғылыми айналымдағы өзектілігін айқындау. Сондай-ақ алаш ағартушыларының тіл саясаты мен термин жасам тәжірибесін бүгінгі ғылыми кеңістікке енгізу. Мемлекеттік тілді дамыту институтының атқарушы директоры Бижомарт Қапалбек жобаның күнтізбелік жоспары мен алдағы кезеңдерге арналған міндеттерді таныстырды. Ол, пән сөздерін қазіргі білім беру жүйесіне енгізудің әдістемелік негізін әзірлеу, терминологиялық қорды ұлттық сипатта жаңғырту, сондай-ақ еуроөзектен арылып, ұлттық ұстанымға оралудың өзектілігін атап өтті. Бұл пікірді қолдаған жоба орындаушылары да ұлттық пән сөздерін жасаудың ерекше маңызына тоқталды. Зерттеу тобының осы уақытқа дейін атқарған жұмыстары талқыланып, алдағы кезеңге қойылған жоспарлары нақтыланды. Сондай-ақ жобаны жүзеге асыруға қажетті келісімшарттардың алғышарттары айқындалды. Іс-шараның қорытынды бөлімінде жобаның тиімді әрі нәтижелі жүзеге асуы үшін жұмыстарды тең бөлу, әр қатысушының міндетін нақты айқындау және ғылыми нәтижелердің сапасын арттыру мәселелері талқыланды.